Бүгін сіздермен мойынды ең оңай әрі әдемі болып шығатын өңдеу жолымен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен мойнымызды өлшеп аламыз және осы өлшемге сай косая бейкамызды дайындап аламыз. Енін 2 см етіп және 4 см шығарып, иығымыздан бастап булавкамен қыстырып аламыз. Және осы булавканың припускінен біз қазір тігіс жүргізетін боламыз 4 мм-де. Косая бейканың арасын осылай ашық қалдырып кетеміз. Бірінші шандарын қосып алғаннан кейін осы ашық қалдырып кеткен жерімізді қосып аламыз, бір-бірімен айқастырып. Және де осы айқастырып қосып алғаннан кейін арасында ашық қалған жерді қосып аламыз. Енді арасындағы тігісті осылайдан қайшымен жіпке жеткізбей қарқып аламыз. Және тігісті косая бейкаға қарай қаратып 1 мм-де осылай тігіс жүргізетін боламыз. Сол кезде бізде осылай әдемі шов шықты. Енді осы косая бейкамызды 2 бүктеп, булавкамен қыстырып, енді астынан 1 мм-де тігіс жүргізетін боламыз. Асықпай әдемілеп тігеміз. Сол кезде бізде осындай әдемі мойын өңдеуі шығады.